енді мына жерде айтып отыр, егер де дәретсіз адам салқындау үшін немесе мысалы ыстықтап кетті бір салқындап, иә, немесе ұйқысы келген адамдар кейбір кезде бір ұйқысын қашыру үшін бетін жуады ғой бір, сондай мақсатта немесе біреуге дәрет алу мақсатында, дәретті үйрету мақсатында дәрет алған болса, өзінде дәрет жоқ, бірақ өзінде сөйтіп дәрет алған болса, онда су мұстамал су болып қалады, қолданылған су, өйткені өзінің бойында дәрет жоқ қой. Сондықтан ол ана бетін жуған кезде ол дәретсіздік кетіп қалады да, бәрібір дәретті адам болып қалады. Сондықтан ана дәретсіздігін жаңағы сумен жуып тастайды. Түсінікті ма? Сол кезде қолданылған су болып қалады. Ваясирул маул мустамалан, су қайтадан мустамал болып қалады қашан? Егер де иза сту'мила ва инфасала анил жасадил мутавадди ауил муғтасили. Қашан су мустамал болады? Егер де су қолданылып, кейін дәрет алушы адамның, немесе ғұсылданушы адамның денесінен бөлініп шығатын болса, ол су болды, уже бөлініп тамшы болып тамған сулардың барлығы уже мустамал, пайдаланған су. Ал пока су әлі денеңіздің үстінде тұрса, ол су әлі таза су. Түсіндіңіз бе? Бүйтіп сықылай бересіз, басқа жаққа жеткізе бересіз. Сондықтан суды бұлай шарлатып құюдың қажеті жоқ. Бір кішкене жеткізіп, сол суды бәріне жеткізсеңіз, егер де түк қалдырмай, онда ол суыңыз жарамды бола береді, ол пока сіз тамшылағанша. Түсінікті ма? Ал уже тамшыласа, ол уже тамшылаған суды қағып алып қайтадан уже ете алмайсыз. Түсінікті ма? Басқа жеріңізде қолдана алмайсыз. Жақсы. Тамшылайды. Бүйтіп жуынып атып, бүйтіп асты бір кетіп, қайтып жуынып ете алмайсыз ғой, үлгермейсіз. Бірақ енді слишком суды да аз пайдалану, ол да дұрыс емес. Түсінікті ма? Суды асырап қылып артық пайдалану да мәкрух, артық пайдалану, тым аз пайдалану. Орта деңгейде ұстану керек. Өкінішке орай бізде көбіміз краник деген нәрсе болғаннан кейін шағындатып, өкінішке орай суды ысырап қылып жүріп жатамыз. Алла өзі ешсін. Бесінші бөлім. Ол нәжіс су. هو الماء القليل الراكد الذي لاقته النجاسة سواء ظهر في الماء أثر النجاسة أم لم يظهر. Ол мысалы аз су дейді. Нәжіс су қашан нәжіс болады? Нәжіс су есептеледі. Яғни аз су, мысалы рокет деген тұрып қалған сулар болады бір, иә? Тұрып қалған сулар. Немесе андай бір бөшкен ішіндегі сулар, шелектің ішіндегі сулар аз су есептеледі. Енді аз су деген өтеміз құдай қаласа. Аз су дегеніміз қандай, көп су дегеніміз қандай мөлшері. Жалпы аз су дейді, соның ішіне нәжіс түскен болса, аз судың, тұрып тұрған аз судың ішіне нәжіс түскен болса, ол нәжіс көрінген болсын, көрінбеген болсын, белгісі, әсері ше. Жаңағыдай, нәжістің түсі болуы мүмкін, немесе нәжістің дәмі болуы мүмкін. Көрінген болсын, көрінбеген болсын, әйтеуір бір нәжіс түсті ішіне. Онда ол су уже не? Нәжіс. Онымен дәрет алмайсыз сонымен. Түсіндіңіз бе? Нәжістер дегеніміз не? Қан, үлкен дәрет, кіші дәрет, барлық нәжістер. Түсінікті ме? وإذا ظهر في الماء أثر النجاسة صار نجسا سواء كان الماء قليلا أو كان كثيرا وسواء كان الماء راكدا أو جاريا. Енді мынандай нәрсе, егер де судың бойына түскен нәжіс бар ғой, судың ішіне түскен нәжіс, сол нәжістің әсері суда көрініп тұратын болса, иә, дәмі, иісі ма әлде жаңағыдай түсі ма көрініп тұрса нәжістің, ол су бар ғой, аз болсын немесе көп болсын, жиналып тұрған су, үлкен бассейн болсын, жиналып тұрған су ғой, хауз сияқты, хауыздар, немесе ағып жатқан су болсын, немесе тұрып қалған бір жердегі андай лайлар болады, ондай тұрып қалған сулар, сондай су болсын, жаңбырдан қалып қойған сулар, сондай су болсын, бәрібір ол нәжіс есептеледі. Нәжістің әсері көрініп тұр ғой, әсері көрініп тұрса болды уже, қарамайды. Егер де су үлкен хаузда болған болса, үлкен бір хауз, үлкен су, لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر فهو الماء الكثير. Енді
бұл қандай үлкен бір хауыз дейді, сіз бір тарапын бір шетінен келіп бүйтіп суды бүйтіп шайқылдасаңыз, суды шапылдатсаңыз мысалы, ол волна жүреді ғой енді жаңағыдай толқын, ол толқын екінші тарапына дейін бармайтын болса, екінші тарапы сол мына жағын шапылдатқаннан мына екінші тарапы шапылдамайтын болса, яғни қозғалмайтын болса, онда ол үлкен су дейді. Сондай үлкендік қой, түсіндіңіз ба? Сондай бір квадратура. Ал егер де екінші жағы қозғалып жатса, онда ол уже аз су есептеледі. Ал енді аз су ішіне нәжіс түссе, ол әсері көрінсін, көрінбесін, ол нәжіс су болады. Ал егер де жаңағыдай үлкен су, мына жақ тарапын қозғалғанда екінші жағы қозғалмайтындай су болатын болса, енді жоқ, тұрып тұрған су, ағымды емес, тұрып тұрған. Иә? Бөшке, бір бассейн үлкен. Ондай кезде ол су не болады? Нәжіс болмайды, егер ішіне нәжіс түсіп, әсері білінбейтін болса. Ал әсері білінсе, онда үлкен су болсын, кіші су болсын, бәрібір нәжіс болады. Енді уайқаддарул маул касиран, енді су үлкен болып есептелінеді қашан? إذا كان طول الحوض 10 أذرع وكان عرضه 10 أذرع وكان عمقه بحال لا تنكشف الأرض إذا أخذ الماء من الحوض بيد. Енді былай дейді, көп судың тағы да бір өлшемі. Ол жаңағы хауыздың бассейннің ұзындығы бар ғой, ұзындығы. Не болу керек? 10 шынтақ болу керек. 10 шынтақ дегеніміз екі шынтағың 1 метр. Сонда 5 метр. Түсінікті ғой? 5 метр, ұзындығы 5 метр болу керек. Сонымен қатар ардуху, ені де 5 метр болу керек дейді. 5 метр екі жақтада. Иә? Енді неше квадрат? 20 квадрат па? 25. 25 болады, иә? Иә, 25 квадрат болады. Енді сол қараңыз. Бихалин, сонымен қатар ля танкашифул ард. Мысалы, ол ені ұзындығы ғой судың. Ал енді тереңдігі қанша болу керек? Тереңін айтады. Сіз қолмен былай суды аласыз ғой, көсіп суды алған кезде хауыздың асты көрініп қалмайтындай болу керек. Жалаңаштан қалмайтындай болу керек. Мынандай су болмау керек қой. Сіз биткен кезде ашылып қалады ғой биткен кезде. Иә, битіп алсаңыз ашылып қалады ғой. Қанша ұзын болғанмен де бәрі ашылып қалады, иә. Шынтақтай жер болу керек. Иә, примерно осындай су болу керек, осындай су. Сіз алған кезде ашылмайды да асты. Битіп алсаңыз ол бәрі су битіп орын жауып кетіп жауып қала береді. Сондықтан мынандай су болса, ашылып қалады ол. Су көтерсеңіз. Міне сондықтан да сондай минимум осындай, енді былай кете береді ғой. Минимум осындай су 5 метр болу керек. Міне осындай сондай су болса, ол уже көп су болып есептеледі. Ал көп суға түскен нәжас әсері білінбесе егерде, дәмі, иісі, түсі, онда ол нәжіс не болмайды, су нәжіс болмайды ондай кезде. Дәлел ала бересіз. Түсінікті, иә? Вәл-мәул қалилу хуа ма кан ақалла мин залик. Ал аз су дегеніміз не? Осы 5 метрден аз болса, немесе төменірек болса, ол да аз су болады. Түсінікті? Хукмул маин нәжіс. Нәжіс судың үкімі қандай? Нәжіс судың үкімі қандай болады енді? Әннаху нәжісун ла тахсул бихи тахарату. Ол нәжіс, сонымен қатар дәрет онымен алынбайды. Дәрет алынбайды.